Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Қарлығаш. Бүгін өте дәмді етті бәліш, яғни мясной пирог дайындаймыз. Ең бірінші бізге керек ол айран. Айранның үстіне ас содасын және тұзы салып араластырып аламыз. Бір жұмыртқаны салып араластырамыз. Одан соң сары майды қосып, жақсылап араластырып шығамыз. Енді ұнды қосамыз. Ұнды міндетті түрде илегіштен өткізіп алған дұрыс. Жұмсақ қамыр илеп, бетін жауып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Бізге керегі фарш, пияз, картоп, тұз, паприка, қара бұрыш, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Тестамыз дайын болған соң, екі бөлікке бөліп, домалақ қып жайып, салманы салып шығамыз. Осы фарштың үстіне 50 граммдай сары майды кесіп қойып шықсаңыздар, өте дәмді болады. Екінші жайылған қамырды бетіне салып, жан-жақтарын өз қалауларыңыз бойынша орап шығасыздар. Енді жұмыртқаның сарысын жағып, күнжіт сеуіп, бетін пышақпен осылай видеодағыдай кесіп аламыз. Одан соң 180 градуста 50 минут духовкада пісіріп аламыз. Міне пирогымыз дайын болды. Қамыры жұп-жұмсақ, өте дәмді болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер.